Балам, жақсылық пен жамандықтың аражігін айыра біл. Жақсы айтылған сөз екен. Иә, үлкен кісінің балаға қарата айтылған сөзі. Мен қаратпа сөзді білемін. Қазақ тілінде біреудің назарын өзіне аудару үшін айтылатын сөздер болады. Ондай сөздер қаратпа сөздер деп аталады. Қаратпа сөздер сөйлемнің басында, ортасында, аяғында келеді. Дұрыс айтасың. Көркем әдебиетте, әсіресе поэзиялық шығармаларда қаратпа сөз жансыз заттарға қаратылып та айтыла береді. Мысалы, сауысқан-ау сауысқан, сақтанасың дауыстан. Дана, сен қаратпа сөздерге қандай тыныс белгісі қойылатынын білесің бе? Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Ал егер сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің ішінде көтеріңкі дауыс ырғағымен айтылса, леп белгісі қойылады. Жарайсың.